Аудан орталығынан наубайхан ашу Мейрамкүл Шашауованың көптен бергі арман еді. Былтыр даму кәсіпкерлікті қолдау қоры арқылы төмен пайызбен 12 миллион теңге несие алып, көздеген мақсатын жүзеге асыруға мүмкіндік туды. Кәсіпкер бұл қаржыға бірінші кезекте ең соңғы үлгідегі нан пісіретін итальяндық пеш сатып алды. Ал мұндай заманауи құрылғы еліміз бойынша санаулы ғана дейді ол. Кредитті алып, Алматыда Фудмаш деген фирмаға барып, пештерін көріп, итальянский новинка пеш берейік. Ол әлі Қазақстанда екі жерде қойылды деп сөйдеді. Аслында ауысқан ақшама российский пеш алдым, ХПшка. Кәсіпкер алғашында шетелден арнайы маман шақыртып, еуропалық әдіспен нан пісірудің қыр-сырын наубайхана жұмысшыларына үйретіпті. Қазір мұнда голландиялық технологиямен 15-ке жуық нан өнімдері әзірленіп, аралдықтарға ұсынылуда. Балдар нанға келіп тұрады дейді. Апа Шашауованың нанын берші деп айтады дейді. Соған қарағанда жаман емес шығар, нанымыз деп ойлаймын. Енді білмеймін, енді нан рецептурасын дұрыс істейміз. Біз енді ішіне құйылатын нәрсесін майға дейін құямыз ішіне. Нанның ортасы үгітілмесін, кескен кезде шашылмасын деп енді біз мүмкіндікше технологиясын, рецептін дұрыстаймыз. Береке наубайханасында күніне 1000-нан аса бөлке нан, сондай-ақ батон, бөлішке, тоқаш секілді көптеген тәттілер пісіріліп, аудан орталығындағы дүкендерге дер кезінде жеткізілуде. Күнделікті 30-40 көмес нан сатамыз. Өзіміз де жейміз осы. Жақсы, халық ырза енді. Кәсібін дөңгелетіп отырған кәсіпкер болашақта наубайхана жұмысын одан әрі жетілдіріп, 50-ге жуық нан түрін пісіруді жоспарлап отыр. Әділбек Жақанов, Ахан Әлиев, Ержан Тәженов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.